Warner Brothers Pictures, Time Warner Company, BFI Film Bir. Forever. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Creative 14, England, 15, 16, 17, 18, Altitude, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Poison Chef, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Тұрамыз. Оларды оятыңдар. Тұрамыз. Тұрамыз. 4, 3, 2, кәне тұрыңдар. Тұрамыз. Тұрамыз. Кәне тездетеміз. Тасымал кешікпейміз. Ояныңдар. Тұрыңдар аборттың құрбандары. Қайырлы таң қатардағы Галлагер. Қайырлы таң қатардағы Девани. Қане тездетіңдер. Басы бекітілді. Ары қарай. Тұрыңдар, қане жолдан кетіңдер. Аяқ қолы бекітілді. Құлыптар мен белдіктерді қолмен тексеру керек. Сосын көзбен. Қане оянамыз? Үйрене салаң. Ол тәртіпті сенен жақсы біледі. Ей, дәліздің соңындағылар. Тездетіңдер. Қайырлы таң, сержант Паркс. Галагер, қашықтықты сақта. Я сержант. Z жаңа дәуірі. Қайырлы таң, дәрігер Селкер. Тынышталыңдар, өтінем. Бәрің түгелсіңдер ме? Онда бастаймыз. Химиялық элементтер кестесі. Көздеріңді жұмып, естеріңе түсіріңдер. Енді ашыңдар. Актиноидтар, Анна. Нөмірлермен. Нөмірлермен кім білет? 89-90. Я, ары қарай Питер. Уран 92. Проктотиний, одан кейін уран. Кенни. Кобальт. Актиноидтар, 7-ші период. Нептуний. Нептуний. Нөмірі. Жарты бал. Енді 4-ші период. Кім білет? 19 калий, 20 кальций, 21 скандий. Сілтілік жер металдар. Жоғардан төмен қарай Джо. Джо. Қайырлы таң, сынып. Қайырлы таң, Джастина ханым. ханым. Мен аяқтадым. Қалыңыз қалай, Джастина ханым? Өте керемет. Жақсы, Мелани. Мен енді ғана талдауды аяқтадым. Ауса тұрғаныңа рахмет. О, периодты кестеме? Біз бұны әлі өткен жоқпыз. Жай бірер ақпар ғой. Атауы нөмірі дегендей, оның не айырмашылығы бар дейсің? Сәттілік. Жарайды. Химиялық элементтер кестесі. Мәс саған. Олар аз емес қой. Бізге оқып беріңізші. Қуана-қуана оқитын ем. Бірақ біреу дәрігер Калдуэллге айтып қойса, мені бір аптаға жұмыстан шеттетеді. Біз айтпаймыз, рас айтам. Мен өткен жол оқығанмын. Грекия мифтері тарих сабағы үшін болады. Жарайды. Бір тарау жаттығу үшін. Қай жерден тоқтаған едік? Қане? Прометей мен Эпиметей. Құдайлар мен алыптар шайқасы. Солар туралы. Дұрыс. Рахмет, Мелани. Көмегім тегеніне қуаныштымын, Джастина ханым. Құдайлар кешірмейді. Бірде Зевс
Эпиметейді тыңдамаған үшін жазаламақшы болады. Сосын балшықтан әйел жаратады. Оған Пандора деген ат береді. Ол өте дарынды болады. Пандора жәшікті ашқан кезде осы әлемдегі барлық қайғы мен қасірет, бақытсыздық пен ауыртпалық одан шығып кетеді. Содан бері адам баласын азаптап келеді. Барлығы да Пандораның әуестігінен. Қайырлы түн қатардағы Дилан, қайырлы түн қатардағы Девани. Тәтті ұйықта Куджо. Олармен сөйлесуге болмайды. Бірақ сосын Пандора жәшіктің ішінен үледі. Түбінде бір нәрсені көрді. Ол шақта үміт қалыпты. Пандора оны қолына алып, еркіндікке жібереді. Үміт ол бізге жамандыққа шыдауға көмектесетін жақсы сезім. Бірақ мұнда ешқандай жамандық жоқ қой. Солай ма? Қайырлы түн мысығым. Жоқ. Мүмкін бәрі жақсы болар. Қайырлы түн Жастина ханым. Жиырма төрт, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Сәлеметсің бе, Мелани? Сәлеметсіз бе, дәрігер Калдвелл? Сонымен тапсырманы орындадың ба? Бөлмеге ешкім кірген жоқ. Люпин бағалы заттарды орнында бар жоғын тексерген кейіп танытып жүргенде ұрлаған. Жарайсың. Міне тағы тапсырма. Қораптың ішінде мысық бар. Тірі болуы да, өлі болуы да мүмкін. 50-50. Сен оны қалай анықтайсың? Қорапты ашып көру керек. Жоқ, қорапты ашуға болмайды. Мысық тірі ме әлде өлі ме? Тыңдауға бола ма? Жоқ. Қорапты шайқауға ше, немесе салмағын өлшеуге тесік салсам қалай? Жоқ, болмайды. Бұл ойланатын тапсырма. Мен әлі ойланам. Не жазып жатырсыз? Қарсы реакциялар. Тамаша. Көзге көрінген қылықтарға еліктейді. Сұрақ белгісі. Бұл нені білдіреді? Сұрақ әлі ашық деген сөз. 1-ден 20-ға дейінгі бір сандайды. 13. Рахмет. Тасымалдау дайындаламыз. Ашамыз. Дайынсыңдар ма? Қане тұрамыз, ұйықтамаймыз. Тұрамыз да ән саламыз. Тасымалдау. Қане аборттың құрбандары қимылдаңдар. Шығамыз. Тұрыңдар да ән салыңдар. Қане тұрыңдар. Тыңда, біз мұнда бірер уақыт қызмет етуге келістік. Үш емес 6 ай. Оятуда болады. Тұрыңдар, тасымалға дайындаламыз. Кенни қайда? Мен білем, бірақ бізді ауыстырады ғой. Кенниді сынып қалып бара ма? Мені 40-шы аптада ауыстырулар керек болатын. Қазір штабта қызмет етерем. Карлайл көліктердің ендігі аптада келетін айтты. Ол бір апта бұрын дәл осылай айтқан. Сен білесің бе, деді қарт. Сердцея сенің теңізшілеріңді шошқаға айналдырып жіберді. О, құдайым, деп Одиссейдің жан дауысы шығады. Егер менің де басыма осы күн туып тұрса, хайуанға айналдыратын болсаң, өзімді өлтіре салғаным дұрыс болар. Не? Тіптен қызық емес пе? Кенниді сыныпқа әкеле ме? Бүгін әкелмейді. Ал ертеңше? Қане былай істейік. Мен сендердің бір қолдарыңды босатам. Ал сендер маған
өздерің қандай да бір оқиғаны жазып бересіңдер. Бірақ біз ешқандай оқиға білмейміз ғой. Тек сіздің айтып бергендеріңізді ғана. Ал сендер ойларыңнан шығарсаңдар болады. Не туралы жазуға болады? Ол өз еріктеріңде, Мелани. Өзің біл. Қорқынышты. Мына ес алаңдарды қара. Қалайша оларға жақындағаннан жеркенбей тұр. Өзі бұлайша жаман емес екен, солай ма? Сонымен уақыт болды. Қаламдарыңды қойыңдар. Жақсы. Кім өз оқиғасын дауыстап оқығысы келеді? Мелани? Қане, баста. Баяғыда ежелгі Грекияда бір әйел өмір сүріпті. Ол өте сұлу болыпты. Әлемдегі ең көрікті, ақылды және керемет әйел болыпты. Бірде ол орманда серуендеп жүргенде, оған құбыжық бас салады. Ол аборттың құрбаны екен. Ол әйелді жемекші болады. Әйел батыл болады, сөйтіп құбыжықпен шайқасады. Бірақ құбыжық күштірек болып шығады. Әйел қылышы мен найзасын сындырып алады. Құбыжық енді аузын аша бергенде, бір қыз жүгіріп келеді. Оның да Ахиллестікіндей жанды бір жері болады. Ол туралы тек өзі ғана біледі. Ол құбыжыққа бас салады да, оны өлтіреді. Қылышпен құбыжықтың басын алады. Сосын әйел қызға айтады: сен менің қызымсың, сен әрдайым менің жанымда боласың. Мен сені ешқашан, ешкімге бермеймін. Содан бері екеуі бірге ұзақ та бақытты өмір сүреді. Кешіріңіз. Басынан ойдан шығарсам бола ма? Басынан бола ма? Өтінем. Жоқ, сен не бүлдіріп жатырсың? Олай істегім келмеген қарғыс атсын. Сен оны ұстадың. Есіңнен алып жастың ба? Сен оның бетін ұстадың. Жоқ, мен тек оның басынан сипадым. Қара. Жоқ, өтінем, олай істемеші. Жетер! Олар саған бала болып көрінеді. Себебі олар балаға ұқсайды. Жоқ, мен бәрін түсінемін. Жарайды. Онда сабақ аяқталды. Неге қарап тұрсың? Егер менде іші жамандыққа толы жәшік болғанда, мен сізді оның ішіне мәңгіге қамап қояр едім. Сен де айтады екенсің. Онда қолыңа түспеуін қадағалайым. Оған мен ұнайым.
Ол менің басымнан сипады, ал сізді ол ешқашан ұстамайтты. Бөлмеден кетіңдер. Сержант қолы мен аяғы шешілмеді. Шығыңдар. Мелани, Қайырлы кеш, Джастина ханым. сені бұлай кім қалдырды? Кім бар? Күзет! Бұны сержант Паркс деді ме? Сол ма? Джастина ханым, иісіңіз сондай керемет. Оны мен енді сөйлеспе жарай ма? Уәде бер, егер оған назар аудармасаң... Жоқ, кетіңіз! Кетіңіз! Кешір. Кешір мені, кешір. Тежегіш Майя. Қайырлы кеш, Мелани. Саған бүгін тағы біреу келген сияқты ғой. Жоқ, Барлық түтіктер саналып нөмірленген. Тізім бойынша біле алам. Бірақ кім екенін онсыз да біліп тұрған сияқтымын. Санды тағы бір рет айтып жібересің бе? Кез келген. 4. 4 саны. Сенімдісің бе? 4. Тасымал. Тұрамыз, барлығын дайындалыңдар. Ашамыз, кіреміз, жиналамыз. Тасымалға дайындаламыз. Тұрамыз. Тасымал. Қазір кетеміз. Қайырлы таң, қатарда қарайсың. Қайырлы таң, сержант Паркс. Қайда бара жатырмыз? Бұл жер қалай аталады? Неге бәрі дірілдеп жатыр?
Тездетеміз. Менің артымнан периметр бойынша бөлініңдер. Периметр бойынша бөлініңдер. Олар қанша? Сержант, оңтүстік блок бөгет жойылды. От атқыштарды қосыңдар. Қысқа кезекпен. Иә. Қалып кетпеңдер. Екі жақтан тұрамыз, қоршауларды бұзып жатыр. Сендерге әлі менің көмегім керек пе? Көп рахмет. Жоқ. Мен кеткен соң есікті құлыптап алыңыз. Және дабыл тоқтағанша шықпаңыз. Қайырлы таң, дәрігер Калдвелл. Қайырлы таң, дәрігер Селкер. Қайырлы таң, Мелани. Мысық жайындағы тапсырманы шештің бе? Қораптағы мысықты айтам. Ол тірі де өлі де емес. Оның ішінде мысық жоқ. Сонда қалай? Мысықтар ақылды. Тапсырманың жауабы біреу. Бірақ екеуі де тұрыс. Мысық тірі де, өлі де бір уақытта. Ақмақтық. Мүмкін. Бірақ осы үшін сен осында түстің. Құпияны шешу үшін. Жауабы сенде, Мелани. Дәл сол сияқты сен де қорапташасың. Ал ішінен өзіңді табасың. Кешір. Белдіктер. Дәрігер Калдвелл. Мен сабаққа барғым келеді. Өтінем. Тиопенталдың үштекшесі. Қайырлы таң, Джастино ханым. Хәйлеміз процедураны бастап кеттік. Тоқтатыңдар. Мен енді бұған қатыспаймын. Тағы күдік пе, Хелен? Аз ғана қалды. Міне бұған мен жазылған жоқпын. Дәл осыған сен жазылғансың. Балалардың шынақтары ма? Олар бала болып көрінеді. Олар туралы не ойлайтынымды білесің. Олардың сана сезімін патоген басқаратынын айтасың ба? Сендер олармен 5 минуттан артық сөйлеспегенсіңдер де ғой. Мен олармен күн сайын сөйлесем, және сенің есебіңді оқимын. Хелен, маған сен бұл сұрақтарды өзіме 1000 рет қойғам, бірақ сені тыңдауға дайынмын. Қара, мен скальпелді қоям. Енді сен қаруыңды таста. Өтінем сенен. Өтінем. Жоқ! Джастина ханым, күзетті шақыр, тез. Жоқ, оған тиіспеңдер. Бір минут. Хелен, бұл енді қайдағы бір соқыр биопсия емес. Бұл соңғы кезең, түсінемісің? Түсінесің бе дейм? Мен екпенің тәжірибелі топтамасын әзірлеп жатырмын. Және ол негізгі бөлшегі. Сенің сезіміңді құрметтейм. Бірақ оларға беріле алмайым. Оны қауіпсіз жерге алып кетіңдер. Дәрігер, біздің қазір оған уақытымыз жоқ. Сендер ол үшін жауап бересіңдер. Джастина ханым! Мүмкін кейінге қалдырармыз. Жоқ. Жалюзиді түсір. Ол тым қатты қимылдап жатыр. Белдікпен басын бекітіп тастауымызға болады. Белдік тұрса қалай кесем? Тағы да егейін бе? Иә, Джейн, керегі де сол.
Жоқ, құтқарыңдар, көмектесіңдер. Маған көмектесіңдер. Көмектесіңдер, олар барлық жерде. Жастина ханым! Мәссаған мақұлық, көмектесіңдер. Мелани! Ары кет, топас мақұлық! Жоқ! Көмектесіңдер. Көмектесіңдер, Девани. Көмектесіңдер. Спарк! Кетіңдер, кет. Кетеміз, жылдам, жылдам. Тез көлікке мініңдер. Мелани, маған кел. Тыныш, бәрі жақсы. Мелани, қорықпа, бәрі жақсы. Біздің координаттарды барлық жиілікке жібер. Жинау нүктесі бір деп белгіле. Сержант! Сержант жоқ! Жоқ, ол қауіпті емес. Оны жай жібере салайықшы. Аулақтар! Оны жіберіңдер, өзі кетсін. Кет, қаш! Сен өзіңді кіммін деп тұрсың? Жүгір тез, қаш! Оны сен шешпейсің.
Ештеңе, сержант. Барлық жиілікте тыныштық. Онда кеттік. Бірақ алдымен маған тәжірибе жасалатын нысанды қайтарыңдар. Галагер, кісенді іздеші, осы жерде болатын. Дилан, оны көздеп тұр. Жүгіргенде ғана ат. Ей, көліктен кетпеңдер. Жоқ, жақын келудің қажеті жоқ. Жақсы. Қалайсың, малыне? Мен дұрыс істемедім. Сен мені құтқардың. Өзіңнің оқиғаңдағыдай. Менің оқиғамда бұлай болған жоқ. Мен сарбаздың етін жедім. Ал менің оқиғамдағы қыз адам жеген жоқ. Егер олар бізді естігенде, онда осы жерде болушы еді. Немесе ең болмағанда жауап беруші еді. Қосымша қорғалай, су бар ма? Көлік жөндеуден шықты, сержант. Барлық ыдыстар тазалау үшін босатылған. Бөшкелер, оқ-дәрі ыдыстары, тежегіш түтіктер. Сосын мынау бар. Бұларды далалық топтар пайдаланған. Не үшін екен өзіңіз білесіз? Я не үшін екен білем. Джастино! Осы жерде күт. Мені мұқият тыңдаңдар. Біз оңтүстікке штабқа барамыз. Су қорын толтырып шығамыз. Бірақ базада қызметкерлер мен балалар қалды ғой. Барлығы өліп қалды деп ойлаймын. Ал балаларға ешқандай қауіп жоқ. Бұл мақұлықтар бірін-бірі жемейді. Ал штабта іздестіру құтқару операциясын ұйымдастырамыз. Ал Меланиша? Ол біздің зерттеуіміздің нысаны, ең маңыздысы. Қосалқы дөңгелекті шығарып, нақуысқа қоюға кеңес берем. Бекітулі кеңістікте ол бұнсыз болмас бет. Тоқта! Бір ретте жеткілікті. Қосалқы дөңгелекке тиіспейсің. Осыны жеткізгім келген. Сен оны жеткіздің. Бәсеңдеткіш, жұмсағымен атамыз. Оқтың жұмсағы болатын бет? Оның аузын жабайын ба, мырза? Ұштары бос. Не үшін? Тиген кезде ұлғаяды. Денеге кептелетте қанды азырақ шашыратады. Ол не үшін? Індет жұқтыру қаупі аз болады. Рахмет, сержант. Кеттік. Жылдам. Қарғыс атсын. Мен бәсеңдеткіштер дедім ғой. Кешіріңіз, мен құрып кеткір. Жылдам. Кетеміз. Тез. Бол. Сержант,
сержант! Мақұлық! Жабысып алды ғой. Оның басын көтер. Мақұлықтың басын ұста. Көлікке отыр. Сен жараланғансың. Мені тістеген жоқ, сержант. Мен өткір тасқа жырып алдым. Сол жерде тұр. Сержант, мен өзім жырып алдым. Ант етейін. Күтеміз. Сержант, олар келгенше қарусыз күтеміз бе? Бәрі дұрыс. Жырып алдым ғой. Қорқынышты ештеңе жоқ. Ол солардың біріне айнала бастады. Тура дәрігер Селкирк сияқты. Ол мұнда қайдан жүр? Біз оған тұмылдырық кигізіп қойдық, қолын арқасына байладық. Сонда да сескеніп тұрсыз ба? Иә, және саған да кеңес берем. Мелани, мына шыққандар індет жұқтырғаны. Ол адамға шығады. Бұл инфекция бір жақты кардицепс саңырау құлақшасынан пайда болады. Денедегі сұйықтық арқылы жұғады. Егер сен біреуді тістесең, Ол ешкімді де тістемейді. Маман ретінде айтыңызшы, олар бізді аңдыған ба? турасын айтсам жоқ. Олар базадағыдай топтарға бөлініп жатыр. Ал себебі белгісіз. Олар жалғызсырап жатқан шығар. О, қалай аңғармағанмын. Оқ жанармай құбырын тесіп жіберіпті. Сол үшін жаяу кетеміз. Лондон арқылы жылжимыз. Ашыққандар онда көбірек. Бірақ тамақ табу оңайырақ. Және бұл ең қысқа жол. Рас па? Координатымызды беконға жіберу оңайырақ емес пе? Тікішақ жіберсін. Мен тырысып көрдім. Таратқышқа радиус жетпей жатыр. Жақындаған кезде рация арқылы штабпен байлансамыз. Сонымен кеттік пе? Кеттік. Өзенді көреміз бе? Темзаны. Бұл Ұлыбританияда ұзындығы бойынша екінші орында. Ол Коут сол Хиллстан бастау алады. Өзендер терең бола ма? Пілдің баласы туралы ертегідегі суретте піл тізеден келетін суда тұрады. Бірақ өзенде кемелер жүреді емес пе? Ал судың астында балықтар өмір сүреді. Ұстаңыз. Абайлаңыз. Мұнда тайғанақ екен. Олар барлық жерде, сержант. Дүкендерді тонаушылар әлдеқашан тонап кеткен. Жолымыз болып жатса, тамақты үйлерден іздеп табамыз. Ал ашыққандар ше? Әр қадам сайын. Солардың арасынан өтеміз. Аяқтың ұшымен. Әзілің бе? Ашыққандар арасымен бе? Олар иісі арқылы қозғалады. Гел бізді көрсетпей қояды. Сондай-ақ, қатты дауыс немесе оқыс қимыл оларды оятып жіберуі мүмкін. Ақырын жүреміз. Абайлап. Сөйлемейміз. Ешкімнің көзіне қарамаңдар. Түсінікті ме? Түсінікті ме деймін? Біз бала емеспіз, сержант Паркс. Тіпті ол да.
Калдвелл. Жоғарға, бәрің жоғарға. Тезірек. Кеттік. Осы жерде тоқтаймыз. Не? Ал сен анда оралғанымызды қалайсың бе? Дәрігер, сіз не ойладыңыз? Мен ашыққандардың бойынан ана қамқорлығына ұқсас қылықты байқамадым. Мәлімет жинағым келген. Бұл да жұмысымыздың бір бөлігі. Иә, бұрын сондай болған дәрігер. Ал енді жұмысымыз мақұлықтардың ас мәзіріне түсіп қалмау. Абай болам. Мүмкіндік болса. Кейінгі әрекеттерімізді талқылаймыз. Жылдам тексеру жүргізейік. Бұл жерде біз жалғыз екенімізге көз жеткізуіміз керек. Мелани осы жерде болады. Қатардағы сарбаз. Оның жанында кім қалады? Онымен тәуекел етуге болмайды. Уайымдамаңыз, Джастина ханым. Мен қорықпайым. Сонымен, Джастина, сен оңға, Галагер солға. Сақ болыңдар. Иә. Мелани, егер саған мен керек болсам, айғайла. Өте қатты. Жарай, Джастина ханым. Дәрігер Калдвелл. Мен немін өзі? Бізде нақты анықтама жоқ. Бірақ сіз менің қайдан пайда болғанымды білесіз ғой. Айтып беріңізші. Өтінем. Сержант Паркс пен оның жасағындағы сарбаздар ашыққандарды аулау үшін қалаға барады. Сол сияқты бір барғанда олар ерекше құбылысқа тап болады.
жаңа туу